сен шешем мына жерімде тұр, мына жерімде тұр. Жаным, сен естімей жүрген сөзің емес қой, не болды саған? Қойсашы болды ғой, айтады, қояды, не болды? Қоймайды ол. 15 жыл болды. 15 жыл болды, Қайрат, ойлашы. Тыныш естіп қояды қазір. Ести берсін. Қайтесің, ескінің адам ғой, айтады, болды. Батасын алып қалмайсың ба қайта? Соны ескінің адам болса, аузына келген айта беру керек па? Мен адам емеспін ба, не? Он 15 жыл болды, осы айтып келе жатқан. Менің аузым жаба бергеннен рахаттанасыңдар ма сендер? Анам ғой енді, не деймін мен оған? Мен кім сонда саған? Мен кім? Әйелімсің. Әйел де емеспін, қатын да емеспін, әншейін бір жүрген біреумін. Не балам тыңдамайды, не күйеуім тіл алмайды. Осында мен не істеуім керек? Гүлме, қойшы болды, пожалуйста, қойшы. Қайратты мен қоя алмайды екем. Осы мәселені сен шешуің керек. Жауапкершілікті мойнына алып. Өйткені мен сенің шешеңнің арасын жалғайтын сен. Еркек емессің ба? Саған айтпағанда кімге айтамын мен? Енді маған не дейсің енді? Ештеңе істемей, Қайрат. Анашым, Иә, сізді әже шақырып жатыр. бара жатырмын. Мен түк бітіре алмайды бұлар. Көзіме көрінбеші. Үйде жатып пісіп кетті. Ықтият мегаға барып қайтамыз ба? Қой, сол жақтың қызығы бітті ғой. Жаңадан сауда ашылған, сол жақты күне барайық та. Жарайды, дегенім болсын. Ей, қайда барайын деп жатсыңдар? Киноға. Үйде ше кім жинайды? Сосын жинаймыз ғой. Аха, келген соң жинаймыз ғой. Ешқайда қашпайды. Сендерді кім жіберді? Ақшаларың бар ма өзі? Әжеден сұранып қойдық, бара беріңдер деді. Әже, Жаным, Салты мен Ақниет киноға барады екен ғой, мен де барайыншы. мейлі, бара ғой. Бірақ байқаңдар. Жарайды. Апа, мен шақырдыңыз ба? Шақырдым. Ал айт. Нені? Айтатыныңды маған айт. Баламның не деп мен жеп жатырсың? Біз екеуміз өзара сөйлестік. Сен маған ондай мінезіңді көрсетпе шырағым. Сені мен тәрбиелемей. Кім тәрбиелейді? Айтшы маған. Сен өз білермендігіңді көрсетпе. Көрмейтін болайын. Бір төркіннің тойына бармадым деп өліп бара жатыр ғой мына. Мен бар десем барасыңдар. Мен бармасам бармайсыңдар. Әже, Не болды? анам сізге мінез көрсеткен жоқ қой, неге олай дедіңіз? Көрсетпеген сол ма? Ана бөлмесіне зіркілдеп кетіп бара жатыр еді ғой. Менің анам туралы олай айтуға рұқсат ете алмаймын, әже. Бар да сабағыңды оқы бар. Сендерді баққан мына мен. Қарашы мен бүгін шешемде қапты ғой. Әпке, амансыз ба? Қалыңыз қалай? Неге айтпадыңыз келетініңізді, қыздар? Келіп қалдық. Қалайсыңдар, гүлім? Шүкір, жақсы. Біздің жігіт қуанатын болды, сен сұрап жүрген. Естері шығып ойнайтын. Апа! Кім келген, келін? Қараңыз. Жүріңдер. Менің құлындарым деп қапты ғой. Көзімнің ағы менен қарасы. Біз ғой, анашым. Балапандарым менің. Әже, Ой, жаным. Балапаным. Жеңге, қыздар қайда? Қыздар киноға кетті. Үйде аялы ғана. сәле кемеппіз ғой. Ал, жүріңдер, кеттік. Келін, бара ғой, шай дайындай бер. Болды, апа. Жеңге емеске келесем. Кеттік. Ой, бұлар деген басқа-басқа жеңгелерін сағынады ғой. Әрине. Жақсы, бәрі жақсы. Шаршағам жоқ, жүрмін ғой. Күйеуің қалай? Жақсы жүр ме? Шүкір, мам, жүр ғой, жақсы. Солай. Мен биге барып жүрмін. Сенен биші шығатынына сенгем. Тұрс. Қыздар тезірек келсе болар еді, айтатын әңгімеміз көп. Бауыр дая, мам, бір-бірін іздеп тұрады бұлар.
Әй, сендерді мен еріккеннен осылай жапсырам ба бір-біріңе? Менің де қалағаным осы ғой жаным. О, Қарлашке қапты ғой. Қалғалы Қайрат? Қалайсыз нағашы? Ой, жандарым, сол жақсы өздерің қалайсыңдар? Жақсы. Карла, қалайсың? Жақсы. Жездем жеңгенсің ғой деме? Жиі келетін болсын. Қойшы, сен де қайдағын айтасың. Біз сол арғы күні Дубайға шықпақшымыз. Нұржан отпускасын алса болды, демалып қайтсақ па дегенбіз ғой. Күшті. О, балалармен ба? Жоқ, сол балаларды сіздерге қалдырсақ деп едім. Гүлім қарайлай тұрса, үйде ғой деп. Бірақ Әй, қарайды ғой, қараймыз. Үйде бос отыр ғой. Мам, айтпақшы сізге айтамыз деп ұмытып кетіппіз ғой. Гүлім қазір жұмысқа кіріп жатыр, стажировка келесі апта. Әй, қайдағы жұмыс шырағым ол? Әй, сен жұмыс істеп жатыр емессің бе? Сол жетпей міне. Үйге қонақ кеп қалса қайтеміз. Мен сонда жүгіре берем бе? Қаусап отырған? Оның үстіне өзің білесің, біздің үйде қонақ үзілмейді ғой. апа қыздар өсті дегендей. Үйде қыз көп. Дұрыс айтасың, қыздар көп. Ал сен жұмыс істей бермей, одан да Нұр Исламыңа сер қып, бала неге туып алмайсың? Ой, мам, сізде қызықсыз, о заман өтті ғой, кетті, басқа заман ғой. Карла, жарайды онда өзің отырып шай іше беріңдер, мен кеттім. Мам, балаларды тастағаныма келініңіз жынданып жүрмей ма? Жұмысқа шығам деп отыр екен. Енді өздеріңіз де аз емессіздер ғой. Өлмейді, қарайды ғой. Жұмыс күте тұрады. Жан, маматайым менің. Бізде бөлек шығып жанымыз кіріп қалды ғой. Ой, дұрыс болған бөлек шыққандарың. Сол кемпірдің мылжыңын тыңдай бермей. Сау екен. Әй, қайдан келе жатсыңдар? Киноға барғанбыз ма? Қолдарыңдағы не? Толтырып апсыңдар ғой тегі. Анашым оны Ақниетке бір жігіт берді. Поклонник екен. За любой каприз дейді ғой. Содан? Бірден қабылдай салдыңдар ма? Ой, киноға бардық, қайттық, не болсыншы? Мә, анашым не болды? Көңіл жоқ қой. Тыныштық па? Әлде әже президент еді ме? Сен үшеуің отырыңдар тез. Тез! Отыр дейім! Бол! Мә, не болды анашым? Сендер киноға кім жіберді? Әже. Ал мен ше? Менен неге сұранбайсыңдар дейім? Мен адам емеспін бе сендерге? Не болды анашым? Тыныштық па? Ашуысыз ғой. Жауап беріңдер дейім. Менен неге сұранбайсыңдар? Менен неге сұранбайсыңдар дейім? Мен сендерге адам емеспін бе сонда? Үнемі әжеден ақ сұранғанын сіз былай ашылана деп ойламаппыз. Үнемі әжелерінен сұранады екенсіңдер. А мен адам деп санамайсыңдар. Сендердің алдарында титтей де болса да абыройым жоқ болғаны ма? Жоқ, олай емес анашым. Мен сендерге не дедім? Үй жинаңдар дедім. Ал сендер әжелеріңнен сұранып киноға тайып тұрдыңдар. Сонда менің сөзімнің титтей де сендерге салмағы болмағаны ма? Әй, мен кіммін осы жерде жүрген? Неге мен тыңдамайсыңдар? Қазір жинап шығамыз, ренжіменші. Тез ақ бітіріп тастаймыз. Ақниет, мына тәттілердің көзін құртты. Екінші кәрі көрмейтін болайын. Ұқтың ба? Қарай көр. Қыздарым өсіп маған қолғанат бала ма десе. Жылдар бойы сендер үшін төзіп көніп жүрген. Саян болған оя. Сізге не болып жүр анашым? Соң кездері біз тәртіпсіз болып кеттік пе? Жаманшы өтініш. Енді қайта алмайды, шын сөзім.
кеттік кішкене демалып аламыз. Әділ, сендер біздің үйде біраз боласыңдар ма? Я, мен анам келгенше. Оны күшті oldu ғой. Я, сенен үйлерін маған да ұнайды. Әділ, енді сендер қалада тұрасыңдар ма? Я, Ауылға бармайсыңдар ма? жоқ, біз анда-санда бар тұратын шығармыз. Неге? Енді ол жақта ата мен әжем бар ғой. Орсыңден келген жоқ па? Келмеді. Не үшін? Атам әкеме өздері жеке өмір сүріп үйрендер деді. Ол қалай сонда? Қалай түсіндірсем екен? Қойшы, мен түсіндіре алмаймын оны. Бәрі ұзақпай ала, қыздарды күткенімізде болады еді. Қазір кішкене қалды. Демалыста да кітапханаға барған сенен көрдім. Ой, қазір сендерге де ұнайтынына сөзсіз сенемін. Онда тағы көрме бар. Қандай көрме? Кітапханада ма? Я, әлемдегі ең атақты картиналар жинақталған көрме. О, қызық екен. Аяланың таппайтын жоқ, ылғи осындай нәрселерге қызығады. Ой, не болды Аяла? Ішім ауырып жатыр. Қаттырақ жүріп қойған сияқтымыз. Мүмкін отырып демалып аларсың. Жоқ, керек емес, жай ақырын жүрейікші. Жарайды. Егер тағы да ауырып қалса, айт, жарай ма? Жақсы, рахмет сендерге. Мына жерің бе, қызым? Білмеймін, өзім де түсініп тұрған жоқпын. Қабай, сендер осы бар ғой келе жатқанда зиянды бірдеңе жеп қойған жоқсыңдар ма? Жоқ, жеңеше. Біз кітапханаға бардық та қайттық. Ештеңе жеген жоқпыз. Я, өзі барар жолда ішімде ауырсынды. Біз өзіміз ештеңе түсінбей қалдық. Білмеймін, қайтатын кезде одан да қатты ауырды. Әй, не болды балам? Апа, Аяланы ауруханаға апарып келейші. Соқыр ішек емес пе екенін уайымдап тұрмын. Қой құрсын. Больницаға барсаң бар ғой, тағы бір ауру тауып бермей қоймайды. Ай, бала ғой, ештеме етпейді. Сақтықта қорлық жоқ қой. Ой, құрғырай. Осы баяғының балалары топырақта аунап жүріп ағы өсті емес пе? Бәле де қылмайды. Әй, келін, кешкені қайнағаларың келе жатыр екен үйге. Бар, одан да ана қазанға ет сал. Да. Тыныштық па, не болды? Қай больница? Түсіндім, хорошо. Не болды, қызым қайда? Тұра тұрыш, болмайды кіруге. Не болды? Үйде есінен танып құлақ қалды. Содан дәрігер шақырдым. Білмеймін өзімде. Құлақ қойған несі сен? Есің дұрыс па? Енді не деп жатыр енді дәрігер? Осмотр жасап жатыр дәрігер. Мен білмеймін. Аппендицит деп ойлағам, сөйтсем олай емес сияқты. Бағана күнді жылады, ішім ауырып жатыр деп. Қызықсың сен, нағымен дер кезінде көрсетпегенсің дәрігерге? Қайрат, менің қолымда билік бар ма? Мен қонақ күттім, ет астым. Сен туыстарың жағдайын жасадың. Мен не істей аламын бұл жерде? Не айтып кеттің сен? Апам жібермей қойды. Білесің ғой, аурухана десе атты оның қалаға қашады. Барсанар бір ауру жабыстырып аласыңдар, үйде отырыңдар, ештеңе қылмай, біздің балалар ешқандай аурусыз осы өмір сүрді деп мен ештеңе істей алмадым. Мамам да болсын. Кешіріңіз, сізді дәрігер шақырып жатыр. Иә, бәрі жақсы, аха. Анашым, Айла қалай? Қайда ол? Келмеді ма? Аяла ауруханада. Не үшін? Дәрігерлер не деп айтты? Анашың тыныштық па? Не үшін талып қалған екен? Диагноз қойды ма? Келдіңдер ме? Қыз қайда? Мама сөйлесу керек. Не дейді құрғыр? Пап, біздің де білгіміз келеді. Әбден уайымдап бітті қой, айтсаңыздаршы. Солай, мама. Аяланың ауруын жазу үшін сол аурумен ауырған баланың қанын қайтадан құю керек болып тұр. Оған ана қарлығаш көне ме екен? Енді қарлығашпен сөйлесу керек біз, мама. Отырайық, сөйлесейік. Бауырмал ғой ол енді. Қарсы болмас. Ал күйеуші? Егер ана балаға бірдеңе болып қалса қайтеміз? Дәрігер айтты, Әділханға ешқандай аса қаупі жоқ деп тұр.
Дәрігер аяқ әпкеге не болған? Әпкең науқастан қалды. Енді сенің көмегің қажет. Сонда шынымен мен ғана көмектесе алам ба? Иә, батырым. Бұрын сенде апластикалық анемия деген диагноз болған ғой, Иә, бірақ онымен жеңіп шыққам. Жарайсың. Енді әпкеңе сенің көмегің қажет. Әрине, сен келіссең. Жарайды дәрігер, егер мен қаным әпкеме көмектесе, мен қуана келсем. Жарайсың, батырым. Ағай, Ау, мен сонда әпкем тұрмай жатып, оның жазылған көрмей өлем ба? Саламатсыз. Қызым қалай? Дұрыс па? қызым ғана емес, баланың да жағдайын сұрасаңыз болады ғой. Бұл процесс екеуіне де ауыртпалығын тигізеді. Қазір жағдайы жақсы. Бір қалыпты. Қарындасыңыз нағыз батыр баланы тәрбиелеген екен ғой. Енді бала ғой. Әділхан қанын беріп, әпкесі тірі қалып, өзін өліп қалам деп ойлаған екен. Жаным, енді оларды қашан алып кетсек болады? Бұйырса, бір-екі күн ішінде. Рахмет, дәрігер. Аяғының сүйікті тамағын дайындап қойдық. Как қуанатын болды. Әже, аяғы мен Әділхан қашан келеді? Қазір кеп қалады. Я, келе жатырмыз деген. Иә. О, келді. Апа, біз онда барып күтіп алайық. Иә, жүріңдер. Ойбай, балам-ау. Не болған менің қызыма? Уайымдамаңыз, мама, бәрі жақсы. Жазылып кетеді Аяла. Аяла, сен көргенімізде қатты қуаныштымыз. Аяла, біз сені сағындық. Мен білмеймін, апарыңыздаршы. Жақсы қызым. Біз Аяла бір қысайық, иә? Қызым, кәне, бір қасық іше. Жемеймін. Бұлай болмайды ғой. Шығыңдар, кетіңдер бөлмемнен. Еш өзгеріс жоқ. Түк тамақ жемейді. Қайратмен шаршады. Уайымдамаңыз. Бұл қалыпты реакция. Қызыңыз ауру екенін естігенде психологиялық травма алып, аяқ-қолы жансызданып қалған. Оны қалпына келтіру үшін сіздің көмегіңіз қажет. Сіз мықты болыңыз. Менің қарным аш. Қарның аш болса, неге тамақ жемедің? Мен қалай жеймін, сендер білмейсіңдер. Онда сен қарның аш емес. Әже! Анам маған тамақ бермей жатыр, әже! Әй, айналайын гүлім. Қойсаң шырағым.
Берсеңші мына тамақты мен өзім жегізейін. Жоқ. Бер деме саған. Өлтіресің ана баланы. Ой, безбүйрек. Жетер апа! Доғарыңыз. Болды. Осы уақытқа дейін сізге үндеген жоқпын. 15 жыл сізге жақ ашқан жоқпын. Мен де анамын. Мен де білем баламның ненің жақсы, ненің жаман екен. Кешір қызым. Анаңа не істеген жоқ. Бәрі сен үшін. Анашым, тоқташы. Мен қарным аш. Тамақты алып кетпеңізші. Сен қарның аш емес. Анашым, мен қарным аш. Тамақ тесілмеген сен қарның аш емес. Мен қарным аш, анашым, алып кетпеңізші, өтініш. Сен аш емессің. Жеймін. Мен жей аламын, анашым. Жеймін. Сен мықтысың. Сен менің қызымсың. Көрдің бе, анашым? Мен тамақ жей аламын. Мен қолымнан келді. Әрине. Балаңды аясың, аяма деген осы екен ғой. Құрметті көрермен, қазақша контенттің дамуына және де тәрбиелік мәні бар фильмдердің шығуына сіз де өз үлесіңізді қосыңыз. Біздің дәл осы Нұрман киностудиясының YouTube каналына тіркеліңіз және де қоңыраушаны басыңыз.